Баршаларыңызға ассаламу алейкум. Рамазан айының оразасын ұстауға ниеттеніп отырған жандарға оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен осы оразада жиі қойылатын сұрақтардың жауаптарына шолу жүргізетін боламын. Видеоны аяғына дейін көруіңізді сұраймын. Оразаға қатысты актуалды сұрақтарға жауаптар. Тарауих намазы бейнамаз жанға оқыса да болады. Тарауих намазын қаласа ниет қылып 2 ракағат, қаласа ниет қылып 4 ракағаттан болады оқуға. Тарауих намазға жүкті әйелдерге қиын болса, отырып оқыса болады. Тарауих намаздың қазасы өтелмейді. Тарауих намазында қамат шақырылмайды. Тарауих намазы әйел қыз қауымына үйінде оқығаны жақсырақ. Тарауих намазын 8-20 ракағаттан аралықта оқыса болады, бірақ көптеген ғалымдар 20 ракағатты толықтай оқығаны жақсырақ делінген. Етеккір уақытында ораза ұстамайды, ораза қазасы өтеледі. Жүніп болып ораза бекітсе болады, артынша тезірек ғұсыл алғаны жақсы. Ораза уақытында етеккір келсе, ораза бұзылады. Тазаланып біткеннен кейін ораза қазасын өтейді. Емізулі және жүкті әйелге ораза ұстауға болады. Егер денсаулыққа зияны тиетіндей болса, ораза ұстамаса болады, бірақ қазасын өтейді. Күйеуі әйелімен ораза уақытында әдейі біліп қатынасқа түссе, ер адам 60 күн кафарат және сол күннің 1 күн қазасын өтейді. Ал әйел тек сол күннің қазасын ғана өтейді. Түкірік жұтса болады, бірақ ауызға жинап жұту болмайды. Ораза уақытында душқа түсу, ғұсыл алу болады. Су жұтып алмау керек, бірақ баня моншаға парына түсу болмайды. Әйел ас әзірлеп жатқанда тілінің ұшымен тамақтың тұз дәмін байқауға рұқсат етілген. Тамақтың иісі оразаны бұзбайды. Көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды. Ингалятор оразаны бұзады. Клизма бұзады. Тері асты укол оразаны бұзбайды. Инсулин оразаны бұзбайды. Венаға укол денеге азық ретінде қуат беретін болса, оразаны бұзады. Венадан қан алу және хиджама оразаны бұзбайды, бірақ ораза уақытында қан алмағаны жақсырақ, себебі адам әлсіреп қиналып қалуы мүмкін. Егер әйел қыз адамның етеккірі мерзімі 10 күннен асып кетсе, тазаланып оразасын ұстай береді. Артқы жыныс мүшеге свечи қою және дәрі ағызу ораза бұзады. Гинекологиялық свечи оразаны бұзады. Жыныс мүшеге май дәрі тамызу ораза бұзбайды. Әйелдердің жыныс мүшесіне медициналық тексеру жүргізу ораза бұзбайды. Ал жатырға ине салдыру оразаны бұзады. Видеом пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, әрине комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіз.